Қарасай ауданы Қаскелең қаласы Абай атындағы орта мектеп гимназиясының химия пәні мұғалімі Оспан Айнұр. Бүгінгі тақырыбымыз фосфор және оның қосылыстары. Сабақтың мақсаты фосфордың аллотропиялық түр өзгерістерін салыстыру, фосфор қосылыстарының Қазақстандағы кең орындарын атау, фосфор және оның қосылыстарының жалпы химиялық қасиеттерін сипаттау. Фосфордың атомдық құрылысы. Фосфор периодтық кестеде 3-ші период 5-ші топшаға, негізгі топшаға орналасқан. Фосфордың протон саны 15, реттік номері 15, ядро заряд саны 15-ке тең. Электрондық құрылысы: бірінші деңгейде 2 электрон, екінші деңгейде 8 электрон, үшінші деңгейде 5 электроны бар. Нейтрон саны 16-ға тең. Тотығы дәрежелері +3, +5, -3-ке тең. Фосфордың 3 түрлі аллотропиялық түр өзгерісі бар. Қызыл фосфор, ақ фосфор және қара фосфор. Ақ фосфор мен қызыл фосфордың физикалық қасиетін салыстырсақ, ақ түсті ақ фосфор ақ түсті кристалл зат, тығыздығы 1,83 грамм сантиметр куб. Екінші қасиеті: ақ фосфор қараңғыда жарқырайды. Кәдімгі жағдайда 30-40 Цельсий градус температурада ауадағы оттекпен тотығады. Ақ фосфор от алғыш қауіптілігіне байланысты су астында сақталады. Суда ерімейді. Күкіртті көміртекте ериді. Өте қауіпті улы зат. 44 Цельсий градуста балқиды. 280 Цельсий градуста қайнайды. Қызыл фосфор аморфты зат, кристалды емес. Тығыздығы 220 грамм сантиметр куб. Қараңғыда жарқырамайды. Ауадағы оттекпен 260 Цельсий градуста тотығады. Отқа қауіпті емес. Қыздырғанда от алады. Суда, күкіртті көміртектеде ерімейді. Улы емес. 400 Цельсий градуста балқиды. Бұл ақ фосфор мен қызыл фосфордың физикалық қасиеті. Фосфор жай затының химиялық қасиеттері. Фосфор оттекте жанып, пентаоксид түзеді. Фосфор хлормен әрекеттесіп, фосфор 3 хлоридін және 300 Цельсий градуста фосфор пентахлоридін түзеді. Фосфор сутекпен тікелей әрекеттесіп, фосфин түзеді және сутектің фосфордың маңызды сутекті қосылысы фосфинді түзеді. Фосфор күрделі заттармен де әрекеттесе алады. Фосфор бертолет тұзымен әрекеттескенде атылады немесе жанады. Фосфордың алынуы. Фосфор боз күйіндегі фосфорды алу үшін табиғи фосфатты электр пеште кремний 4 оксиді мен көмірді қосып қыздырады. Бөлінген фосфордың буын су астында ақ фосфор түрінде бөліп алады. Реакция теңдеуі: кальций фосфат, фосфат тұздарын кремний 4 оксиді және көмір қосылған жағдайда қыздырып, кальций силикат, иіс газы және фосфор алуға болады. Бұл фосфордың алынуы. Фосфордың қолданылуы. Қызыл фосфор сіріңке өндірісінде, пиротехникада және фосфор қышқылын алуға пайдаланылады. Фосфор ауыл шаруашылық зиянкестерімен күресу үшін қажет улы химикаттар алу үшін қолданылады. Ақ және қызыл фосфор фосфат қышқылын алуда, жаңғыш қоспалар дайындау үшін қолданылады. Фосфор күрделі қосылыс
концентрлі азот қышқылымен де әрекеттесе алады. Қазақстандағы кен орындары. Қаратау фосфорит алабы, Жамбыл мен оңтүстік Қазақстан облыстарындағы фосфорит кендері шоғырланған өңірде фосфорит алынады. Жаңатас фосфорит кен орны, Жамбыл облысы Сарысу ауданы, Жаңатас қаласының оңтүстік батысында 20 км жерде орналасқан. Кен орны 1935 жылы ашылып, 1964 жылдан пайдаланып келеді. Ақтөбе фосфорит кенді ауданы. Ақтөбе облысында орналасқан, құрамына Богданов, Қандыағаш, Көктөбе, Шиелісай сияқты ірі кен орындары енеді. Қорытынды. Фосфор элементі типтік бейметалл. Оның тотығы дәрежесі жай зат күйінде 0-ге, -3-ге, +5-ге, +3 тотығы дәрежелерін көрсетеді. Фосфордың 3 түрлі аллотропиялық түр өзгерісі болады. Және де ақ фосфор, қызыл фосфор және қара фосфор. Фосфор қышқылдық оксидтер түзеді. Және де фосфор 3 оксиді, фосфор 5 оксидін түзеді. Фосфор қышқылы мен оның тұздары тыңайтқыш және синтетикалық жуғыш заттар өндірісінде қолданылады. Фосфор өсімдіктер мен жануарлардың тіршілігінде өте маңызды рөл атқарады. Тапсырма. Есеп шығару. Үйге тапсырмаға 2 есеп беріледі. Құрметті оқушылар, сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.